Алматы ол кезде қазақ мәдениеті мен өнерінің бесігі болады. Қазір де солай деп ойлаймын. Бірақ мынау қазақ халқының соғыстан кейінгі 50 жылдардан кейінгі зобалаңдардан кейінгі бір қатты серпілген, өзін өзі тани бастаған кездері болатын 60-шы жылдар. 60-шы жылдарда бір жылымықтар болды да Хрущевтің сол кезде жаппай басқа ұлттар да біз сияқты өзінің тарихын білуге, өзінің өнерін білуге, өзінің тілін игеруге, өзінің рухын тануға ерекше бір ұмтылыстар болды. Ол кезде қазақта Әбдіжәмілдің жаңа шығып, романмен көрініп, Тахауидің жаңа қаһарлы күндерін бітіріп жатқан кез болады. Сол кезде мына Кәмен Оразалин солардың алдыменен повесть жазған кісі еді. Бұл кісінің шығармасын біз мектептің соңғы класстарында оқып жүрген кезде оқыған болатынбыз, сондықтан ыстық көрінетін. Сол Кәмен Оразалиннің інісі дегесін бұл қандай жігіт екен деп ойлап қалдым. Ауылда қазақшылықтың әлі көп нәрселері сақталған кез ғой. Соның бәрін көріп келген адамдар, ұлттық рухты түсініп келген адамдар. Сондықтан да олар жан-жағына осы ұлттық рухтың сәулесін тарата бастады ғой. Абай ауданнан шыққан балалар бүкіл қазақ балаларының ішіндегі бөлектеу жүретін жігіттер болады. Олар өйткені Абайдың ортасынан шыққан, Абайдың ауылынан келген деп бізге Абайдың өзінің туған балаларындай көрінетін болады. Сол кезде Абай жөніндегі әңгімелердің барлығын бұлардан естейтінбіз. Тіпті Мұхтар Әуезовтің романында жоқ, түсіп қалған, жазылмаған жерлердің көбін айтып отыратын еді. Солардың ішінде сол күндерге адал, жастық кезде сол жақсы әсерлерімізге адал дарынның біреуі осы Сұлтан. Университет бітіргеннен кейін мен бір жарты жылдай радиода қызмет еттім, Ұшқын дейтін жастар бағдарламасында. Бұл да бір үлкен журналистикада, әсіресе радио журналистикаға келуде менің бір жақсы үлгі алған кезеңім деп ойлаймын. Көп адамдар қамқорлық жасады, қолдады. Содан кейін бізді мынау жаңадан құрылып отқан телевизияны көтеру керек деп осыған келді. Теледидар жалпы біздің елімізге кешірек келді ғой. Соған қарамастан біздің кейбір бірен-саран журналшы жігіттер осы теледидардың мәнін, мағынасын түсініп, соны ұлттың мүддесіне қызмет етуге бірден соған кірісті. Солардың ең басында жүрген осы Сұлтан замандасымыз. Ғабит енді менің жасаған адамдарының бәрін Сапарғали ағай да білу, өнердің адамдарынан бір қатар Серке Қожамқұлов жөнінде, Қапан Бадыров жөнінде, Елубай Өмірзақов жөнінде де хабарлар жасап жүрді. Сол кезде көп нәрсенің маңызын тарих екшейді. Кейін солар жоқ кезде сол Сұлтан жасаған материалдардан сақталып қалғандығы солардың өмірін тірілтуге, көз алдымызға алып келуге, солардың өткен өмірінің бүгінгі тіршілік үшін қаншалықты маңызы бар екендігін бажайлауға өте керек дүние екендігін енді көріп жүрміз. Анау Ғабиден жөніндегі киносын көріп отырып, менің ойыма осы түсті. Сондай архивтік деректер Сұлтанда мол. Теледидарда біздің ешкімнің ойына келмеген, мысалы енді өмірдің өткіншілігін жалпы білгенменен біз соны кезінде бағалай бермейміз ғой. Мысалы үлкен ұлы тұлғаларымызды, ағаларымызды, мысалы Ғабиден ағаларымыздан бастап Сұлтан солардың бейнелерін біздің тарихқа тарту еткен осы Сұлтан. Бұл өте ерлік. Сол кездегі Кеңес одағының дүрілдеп тұрған кезінде осы біздің ұлттың марғасқаларын теледидарға осы тарихына қалдыру деген. Одан басқа ешкімнің де ойына келмеген нәрсе. Мен сондықтан Сұлтанды теледидардың сардары деп есептеймін. Сардар деген бізде маршал деген сөз ғой негізі. Сардар деп есептеймін. Көп еңбек сіңірген адам. Оны қанша адамдар тәрбиеледі теледидарда. Ол кезде мына қазақ телевидениесінің жаңашылған кезі,
қазақ телевидениесінің қазақ шын мәнінде қазақтың өнерінің бір үлкен саласы екендігін дәлелдеп берген адамдардың біреуі ретінде де Сұлтан біздің ерекше көзге түсті. Ол кезде телевизордың алдына барып сөйлеп отырудың өзі үлкен өнер болатын. Ол кездегі техникасы бұның өте күрделі болатын. Соған анда-санда бізді де шақырған кезде, барған кезіміздің өзінде сол қақтаған асаймын шайлардың біреуіне қақтып, соқтып қалмайық деп жасқанып, соған кіргенмен шыққанның өзі уайым болып отыратын еді. Сол кезде жаңағы телевизордың алдында отырып алып, көсіліп салып, әңгіме соғатын кісінің біреуі осы Сұлтан болды. Сол кезде көптеген жанрлары қалыптасты. Әсіресе әдеби сұхбат жанрын мықтап жеріне жеткізе дамытқан жігіттердің біреуі еді. Сол кезде сол өзінің өсуіне де, болашақ азаматтық жолын табуына да сол хабарларының әсері жақсы дейді ғой деп есептеймін. Сол кезде мысалы Ғабитпен кездесу, Ғабиденмен кездесу, Шыңғыспен кездесу сияқты үлкен кездесулер өткізді. Олардың да айтылмас сырлар, көптеген жаңалықтар айтылып жатты. Орталық телевидениелерде болмайтын біз қымызхананы жасадық. Қымызхана мен өзімнің идеям. Мен бала кезімде Аягөзде көрген жазшыға биелерін Аягөз өзенінің бойына байлап, сол жерлерде сауып, одан кейін алып келіп Аягөзде сатады. Аягөздің шалдары келіп, базардың ішіндегі алдымен дегустация сияқты қайсының қымызы жақсы екен деп соның бәрін қарайды. Аралап жүріп, сосын әрқайсынан дәм татып шығып, сонда үнемі ең қымызы жақсы Ақтамақ дейтін бір адам болды. Өзі сері, өзі әзілкеш, өзі өңді, және дастарханы, кесе ыдыс аяғының бәрі тап-таза, қымызы балдай. Содан жұрттың бар жаңағы Ақтамақтың дүңгір шөгіне келіп, алдымен соның қымызы ішеді. Сол жерде отырып әңгімелеседі. Қазақстанның телевизиясы құрылғаннан бергі ең үлкен студиямыз осы болатын. Кезінде осы жалғыз-ақ студия болды. Біздің бүкіл спектакльдеріміз, бейне фильмдеріміз, үлкен телевизиялық хабарларымыздың барлығы осының ішінде жүріп жататын. Енді ол кезде тапшылық, жазу техникасы әлі жоқ шықпаған кез. Сонда біз мына бір бұрышта бір хабарды, мына бір бұрышта екінші хабарды жазып алмағандықтан бірінен кейін бірнеше секундтан кейін қайтадан басталу керек қой. Сонда осының ішінде топырлап жыпыр-жыпыр етіп отыратын бірінен кейін бірі. Соның барлық жанрларында жұмыс істедік. Барлық жанрларда. Информациядан бастап, мен актуальный камера дейді, сол кезде үлкен бірлестік болды. Өңкей жас жігіттер мен қыздарды жинап алып, таңертеңнен кешке дейін 5 күн бойы хабар жүргіземіз. Елде не тыныс болып жатыр деген. Қазір 24 сағат деп өгене берді, информационный программалар. Сол кезде біз сондай нәрселерді ойлап, жаңағыдай негізгі бағытты елдің танысын соны көрсету үшін. 84 жылы телевизиялық айтыс ұйымдастыру керек деп, жаңағы әдебиет және өнер институтының фольклор бөлімімен келісіп, біз соның бірінші рет Қызылорда мен Талдықорған облысын таңдап алдық. Сонымен тұңғыш айтысты мен 84 жылы 1-2 январь күні көрсеттім. Талдықорған ақыны Сайдар Мамаров қайда. Сүйемін отанымды, өз өлімді, жерінен жеті сұлдың ақындарымыз ешкімге жібермеген кезек. Жасыратын несі бар, сол кездегі телевизияның басшылары ойбай айтыс болса, ол рудың айтысы болып кетеді, жершілдік болады, ана қазақ пен мына қазақ екеуі сөзге келісіп барады, ана бастықтың ауылы мына бастықтың ақын жамандап жібереді. Осының бәрі ертең пәле болады басымызға деп қарадан қарап қараспанды сөндіріп маған жасатпады. 2 рет мен жоспар қойғанды өткізбеді. Содан кейін мен оның атын өзгерттім. Айтыс демей бәйге деп. Бәйге деген не? Осында өнер бәйгесі деген мағынада сол. Сөйтіп барып, офицерлер үйін барып алып, жалға емес, олармен келісіп, солардың залында отырып, тұңғыш рет ақындар айтысы сонда өтті. Ол кезде бізге жаңа теледидардан ондай адамдарды немесе жақсы Қазақстанда болып жатқан жақсылықтарды көру деген бұл бір өте жаңалық болатын. Біз білмейміз ғой.
бірен саран фильмдер болмаса, Амангелді фильмі болмаса, сондайдан басқаны көрген жоқпыз. Сонда жаңа теледидардан ең алғашқы біздің айтыс деген ұмытылып, Кеңес одағының кезінде ұмытылып қалды ғой, айтыс деген бер жағында. Соған қарамастан сол айтысты керемет халықтың сондай ықыласы жаңа іште жатыр екен халықтың. Сол қанша жыл ұмытылған секілді болса да, ұмытылмаған екен халықтың ішкі жан дүниесінде. Сол керемет жақсы ақындар, әсиялар, Өселхандар, кім Қонысбай, осындай керемет ақындарды халық көріп, танып, теледидардан ұлттың намысын оятатын, ұлттың өзінің қасиеттері бар екен, өзінің мінезі бар екен, өзінің мәдени, әдеби дәстүрлері бар екендігін көрсетті ғой ол кезде. Анау ауылда жатқан, сонау солтүстік Қазақстанда, болмаса Атыраудың ар жағында жатқан адамдар, оңтүстік Қазақстанның өзбекпен шекаралас жатқан жерлерінде кім Ғабит Мүсіреповпен кездесіп, болмаса Ғабиди Мұстафинмен, Жұбан Молдағалиевпен кездесіп, оларды көріп, олардың сөзін естіп жүрді, естіген жоқ. Тек қана сол сұлтанның хабарлары арқылы естіді. Сұлтанның хабарлары арқылы олардың қандай адам екенін, тірі өздерінің жүзін көріп, сөйлеген сөздерін есту, біздің қазаққа ойырмай мынандай бізде осындай ұлы тұлғалар бар екен ғой деген ұрпаққа осындай мақтаныш сезім, елді жерді сүю, ел жандылық деген осындайдан басталады. Сондықтан бұл жөнінде бәрімізден де бұрын елдік мәселеге араласқан сұлтан. Сұлтан халық үшін, халықтың мәдени мұрасы үшін көп қызмет етті. Мысалын айтатын болсақ, Сұлтан барлығы қазақ мәдениетінің қайраткерлері туралы 300 кино түсірді, 300 фильм түсіріпті. Бұл не деген сұмдық керемет еңбек десеңізші. Соның барлығы қазақтың тамаша қайраткерлері кешегі 20 ғасырда өмір сүрген, 21 ғасырда аяқ басып келеткен тамаша азаматтар жайында. Мәселен, Сұлтан Сартаев туралы, Ғайрат Сапарғалиев туралы, Салық Зиманов туралы, мінекей осы сияқты қазақтың кемеңгер үлкен азаматтары жайында тамаша фильмдер жетпетті. Оны не үшін түсірді? Оны ертең ұрпаққа үлгі болсын, ертең ұрпақтың ұраны болсын, ұрпақ осыдан үлгі алсын деп түсіріп отыр. Мінекей үндемей жүріп, осындай үлкен ұлы қызмет атқару деген осы болады. Орталық партия комитетінде мен 2,5 жылдай 3 жылға таяу қызмет еттім. Мені сол 20 жылдай жаңағы телевидение істегеннен кейін, енді ол кезде жұртқа, елге, халыққа бәріне танымал болдым, сонда қарапайым қызметке шақырды. Жай нұсқаушылыққа, өнер бөліміне, әдебиет, мәдениет бөліміне. Ол да бір үлкен мектеп болды. Ол да бір тұтас қоғамның 60-70 жыл билеген үлкен партиялық биліктің үлкен жаңағы қалыптасқан советтік қоғамның ең биік қызмет орны болатын біздің республикамыздағы. Онда өте ақылды адамдар, өте іскер адамдар. Осы біздің қоғамымызда көрнекті партия жаңағы кеңес мәдениет қызметкерлері болды. Жаңа мен айтып өткен адамдардың барлығы қазір қазақ әдебиеті мен мәдениетінің қабырғалы адамдар. Мені олардың барлығы да өзінің арының алдында, өзінің ұятының алдында қызмет етті деп ойлаймын. Мені сол кезде өнер баспасы өте ауыр жағдайда болды. Сол өнер баспасының директор етіп жіберді. Өнер баспасының директорын ол кезде орталық комитеттің секретариаты бекітеді. Ал енді өнер баспасында мен 7 жыл қызмет еттім. Бірінші менің жасағаным сол кездегі ең қыл үстінде тұрған өнер баспасын құтқару керек болды. Мен сол міндетті маған бірінші орталық комитеттен жіберді, маған айтты. Өнер баспасы жабылу халінде тұр. Коллективі бірмен-бір бірнеше топқа бөлінген. Адамдар жұмыс істемейді. 10 ай бойы жалақы алған жоқ. 10 айдан бері орталық комитет Москвадан, басқа жерден 10-нан аса комиссия келіп жұмыс істеп отырған жоқ. Ал енді осыменен тағы бірнеше айға созылатын болса, өнер баспасы жабылады. Бұл біздің мәдениетіміз үлкен соққы болады. Барынша
белшесінен қарызға батып отырған баспаны бір жылдың ішінде осы Кеңес одағындағы ең жақсы баспалардың қатарына көтердік. Мен сол жерден осы баспадан кеткен кезде біздің Қазақстанның о кезде социалистік жарыс қой. Бұл өндіріс орны болғаннан кейін кім жақсы, кім осылардың бәріне баға беріліп отыратын. Міне сол кездегі біздің социалистік жарыстың қызыл туы менің кабинетімде қалды, өнер баспасында. Ал кейіннен мені тіл комитетінің төрағасы етіп тағайындағанда президенттің тапсыруыменен біз өзімізге жеке үй алғанға дейін, мекенжай алғанға дейін мен осы кабинетте отырып 6 айдай жұмыс істедім. Тіл комитетінің ең алғашқы құрылу кезеңінде, ең ауыр кезеңінде маған осы кеше өзіммен бірге болған, көмектескен, қызмет еткен осы өнер баспасының қызметкерлерінің бәрі қол ұшын берді. Тіл жөніндегі күрес әуелден әудегеннен бастап қиын басталған күрес, әлге дейін қиын жүріп келе жатыр. Бұның жөнінде тауда таласта көп болады. Сол көп дау таластың көбі осы сұлтанның еншісіне тиді. Ол жөнінде тіл жөнінде естімеген сөз де жоқ. Жақсы сөзді де естіді, жаман сөзді де естіді. Соның жақсысына да жаманына да қатты шыдап, осы қазақтың тілі көрсін деп тілегін тілейтін кісілердің біреуі ретінде тіл жөнінде күресте де бұның орны бөлекші деп есептеймін. Сұлтан тіл ең алғашында тіл комитеті құрылған уақытта соның төрағасы болып сайланды. Сол кезде сіңірген еңбегі, тіл үшін қанша жанып күйгені, қанша артық сөздер естігені, соның бәрін көтеріп, тіл саясатын жүзеге асыруға елеулі еңбек сіңірді. Бірінші мен осы не істеуіміз керек, қайдан бастауымыз керек дегенде жасаған кезде, сонда тіпті 3%-ға дейін түскен кезі бар екен. Телевидениедегі қазақ тілінде берілетін хабарлардың көлемі. Радиода да солай болып кетті. Аны газеттерді. Ал енді мынау Ресейден келіп жатқан орыс тіліндегі тасқындар, газеттердің тасқыны, журналдардың тасқыны, радиолардың мысалы үшін эфирде толып кетуі, ана телевидениелер хабарлардың басуы. Міне бұлардың бәрін жинасаң, жалпы топан су сияқты еді. Қазақ тілі соның ортасында бір қалтылдаған қайық еді. Ол жаңа қоғамдық ұйымдар оны арашылап ала алмайтын еді. Қазақ тілді қоғам болды. Сондықтан бұған мемлекеттік қамқорлық керек еді. Тілді қорғайтын, анау заңды қорғайтын, және осы қазақ тілін көтеретін, соның барлық мәселелерін жүйелейтін, үкіметтің алдына, мемлекеттің алдына, халықтың алдына қоятын ресми мекеме керек болды. Және осы тілге қорлап тиісіп жатқан, тілге жаңағы зиян тигізіп жатқан, ондаған түрлі жаңағыдай қаптаған ниеті бөлек мекемелер де болды, адамдар да болды. Міне соларға тоқтау беретін мемлекеттік жаңағы ресми мекеме керек болды. Ол ең алғашқы кезде мен өзімнің ұғымымда, мен сол комитетті басқарған жылдарда біз сол алғашқы психологиялық осы бір перелом, психологиялық сындыру, тоқтату, бұның да артында сұраушысы бар деген мемлекеттік жаңағы мекемесі бар деген мәселені осы психологияны кіргіз алдық қой деймін. Ал оның одан кейінгі жұмыстары мінекей одан бері істеліп келе жатыр. Көп мысалы үшін мен айтуға болады, көп кемшілік айтуға болады. Мен өзім жүрегімде кеткен, қолымнан келмеген істелмеген істерім өте көп. Егер оның бәрі мен ойлаған істімді істесем, бұл қазір қазақтың, екі қазақтың бір қазақша сайрап тұрар еді. Біз әлі сайрата алмай отырмыз. Көп айтылған менің үкіметтің алдына қойған көп мәселелерім өтпеді, өткізбеді. Авторлық құқық деген нәрсе адамның интеллектуалдық қабілеттарынан туған шығармаларды қорғау. Бұл әлемдік дәрежедегі үлкен барша ондаған заңдармен түгелдей бекітілген ірі қозғалыс деуге де болады, аса ірі мемлекеттік қорғауындағы үлкен саясат. Дүниежүзілік сауда